Бір сәтте тәтті, қышқыл әрі ащы дәмді сезінгіңіз келсе, нағыз корей салатын жасап көріңіз. Баршаға сәлем. Бүгін сіздермен еш қиындықсыз дайындалатын, бар жоғы 10-15 минутта дайын болатын үй жағдайында корей морковкасын жасаймыз. 100% жұмыс істейтін рецепт. Кез келген хот-догқа да қолдануға болады. Қолдау мақсатында маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен әрине бізге 500 грамм сәбіз қажет болады. Мен сәбізді бір күн алдын тазалап, суға салып қойдым. Салқын суға салып холодильникке қойсаңыздар, сәбіз ұзақ уақытқа дейін балғындығын жоғалтпайды. Бұл салатқа қосатын дәмдеуіштермен таныстыра кетейін. 1 ас қасық қант қосамыз. 3-4 дана сарымсақтан 1 шай қасық сарымсақты майдалатып қосамыз. 1 шай қасық қызыл бұрыш қолданамыз. Және жарты шай қасық қара бұрыш қосамыз. Және де 1 шай қасық кориандр ұнтағы. Сосын сәбізді тұздау үшін бізге міндетті түрде тұз қажет болады. 1 шай қасық қосамыз. Алма сірке суынан да 1 шай қасық қолданатын боламыз. Ең соңынан бізге сұйық май қажет болады. Ысытып, ыстық күйінде қолданатын боламыз. Ендеше бастайық. Морковча салаты үшін біз осындай корей салатына арналған терканы қолданамыз. Бұл теркамен ұзын жіңішке болып туралатын болады. Енді сәбіздеріміздің барлығын бір табаққа бір-бірден алып, осы үккіштен өткізіп аламыз. Егер мұндай үккішіңіз болмаса, қолмен де турай берсеңіз болады. Яғни пышақтың көмегімен жіңішке ұзын етіп турасаңыз болады. Туралған сәбіздің үстінен 1 шай қасық тұзды қосамыз. Енді қолдың көмегімен жақсылап тұз бен сәбізді араластырып шығамыз. Туралған осы сәбізімізді жақсылап тұздап, кемінде 20 минутқа қалдырып қоямыз. Міне байқасаңыздар, сәбізіміз тұздалған соң көлемі кішкене басылып, яғни жұмсара түседі және де суы бөлініп шығады. Суын біз бөлек төгіп алатын боламыз, сәбіздің өзін қазір салатқа қолданамыз. Енді тұздалған сәбіздің үстінен дәмдеуіштерімізді қосып шығамыз. 1 шай қасық қызыл бұрыш қостық. Енді жарты шай қасық қара бұрыш саламыз. 1 шай қасық алма сірке суы, яғни яблочный уксус қосамыз. 1 шай қасық кориандр қосамыз. Сосын майда туралған немесе күштен өткізілген сарымсағымызды қосамыз. Мен 3-4 сарымсақты күштен өткіздім және сонда 1 шай қасық сарымсақ болды. 1 ас қасық қантты саламыз. Ең соңында өте қатты қызып тұрған сұйық майымызды үстінен құямыз. Сұйық майды міндетті түрде өте қатты қыздыру қажет. Ыстық күйінде салатқа салып жақсылап барлығын араластырып шығамыз. Қасықтың көмегімен немесе осындай қысқыштың көмегімен салатты жақсылап араластырып шығамыз. Қолмен араластырып жүрмеңіздер, ыстық майға қолыңызды күйдіріп алуыңыз мүмкін. Міне біздің кәріше сәбіз салатымыз дайын, яғни морков по-корейски. Морковча деп айтамыз. Қосымша соевый соусты қосуға да болады 1 шай қасық, дегенмен мен қосқан жоқпын. Кез келген тағамыңыздың қасына жеңіл осы салат түрін жасасаңыз болады, немесе жеңіл хот-дог жасаған кезде де қолдансаңыз керемет дәм береді. Сіздер де міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Салат бір жасағаннан-ақ өте керемет болып шығады. Тәтті, қышқыл, ащы, бүкіл дәмдердің керемет үйлесімі. Рецепт ұнаған болса, тіркелуді ұмытпаңыздар, пікір қалдырып лайк басыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.